Қабыл болған қажылық. Әу баста ғұламалар ислам доктринасын бітіргендерде қажылықты 5 парыздың бірі ретінде атағаны рас. Бұл діндердің бөлшектеніп кетуіне жол бермейді. Яғни махаббаттардың кей ақидалары бір-біріне қайшы келгенімен тұтас алғанда бірнеше ортақ ұстанғанға қатар байланып тұруы тиіс. Сондықтан да махаббатқа ақида мәдениетте тілде алуан түрге бөлінетін мұсылмандар қажылық кезінде бөліктеніп тұратын даралығы бар бір сәтке ысырап, Қағбаны тәуіп еткенде бір тұтастанып кетеді. Тіпті бай мен кедейдің, әйел мен еркектің, патша мен малайды айырып тұратын әлеуметтік айырмашылықтары жойылды. Алланың алдында барлық адам тең. Қас тақуалар мен ақ жүрек момындар ғана бар. Оның алдында қадірлі деген аяттың мәнін түсінеді. Солай бола тұрса да, қажылықты алыс сапарға аттануға мал дәурені мен мүмкіндікті мол момындарға ғана парыз еткен. Онда о да өлгенше бір рет қажылыққа барсаң, парызың өтелетін саналады. Орта Азия аймағы Меккеден жарық жатқандықтан бір күні көшеге дейін қажылыққа санаулы момын ғана бара алатын. Ал бұл парызды орындай алмайтын бұқараға ата-анаңды бақ, халыққа қызмет ет, ел жұртыңа ие бол деп альтернативті құлшылық ұсынатын. Мысалы 15 ғасырда өмір сүрген Шалкиіз жырау Темір бейдің қажылық сапарын тоқтатады. Себебі ол кезде едіге би дүние салып, ноғай жұрты басып, ел іші бүлініп, Ресейдің де қысымы күн санап артып келе жатқанды. Мұндай қилы кезеңде ел жұртыңды көсемсіз қалдырып сауап іздеп, буквалист бола қалатын болсаң, сауаптың орнына күнә арқалайсың. Осыны терең ұққан Шалкиіз жырау, сен алыс сапарға барып келемін дегенше ел жұртың босып, мал мүлкің талан тараж боп, бірінің етін бірі жейді. Ей хан ием, сұраймын, Тәңірімнің үйі кебені Ибрахим халал Алла жасапты. Жығылғанды тұрғызсаң, жылағанды уатсаң, қисайғанды түзетсең, Тәңіріңнің үйі бейтола, сұлтан ием қарсы алдында жасапты деп Темір биге тоқтау салыпты. Қартайғанда да ата-анасын қараусыз қалдырып, қажылыққа аттану мен ақырет мәселесін жеделхам жеңіл жолмен шешкесі келетін дәулетті қазақтар 14 ғасырда өмір сүрген шал ақынмен тоқтауға тырысқан. Мекке менен Мәдине жолдың ұшы, алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ата-анаңды үйдегі құрметтесең, Мекке болып табылар үйдің іші дейді. Шындап келгенде қажылық парыздың өзі тұнып тұрған мистика. Миллиондаған адам алыстан азап тартып келсе де, Құдайға қылығы жаққан біреуінің бірі ғана құлшылығы қабыл болады екен. Соның шарапатынан басқалар да сауапқа молығып, Алланың разылығына бөленеді екенміз деген сарандағы сырға толы хикаялар жетіп артылады. 14 ғасырдың екінші жартысында Түркістанның генерал губернаторларында қызмет ететін әскери Лишокин деген осындай оқиғаға куә болған кісілердің естелігін жазып алған. Олар 1916 жылы жарық көрген «Пул жизни в Туркестане» деген атты естелік еңбегінде мынадай бір қызықты дерек бар. 1839 жылдың жазында Ташкенттің Бесағаш деген ауданында тұратын ел жұрт аяқ астынан дүрлігіп, шұбырып көшеге шығады да ескі намаз деген қырдағы мешітке қарай ағыла бастайды. Әдетте бұл мешітте ораза мен құрбан айттың намазы оқылып, 20 мыңға жуық жұрт жиналатын. Бұл жолы да солай болды. Базарда сабын сатып тұрған бір саудагер мешіттен келе жатқан молдадан: «Молдеке, хабарыңыз жоқ па? Бүгін неге ел жұрт дүкендерін ашық-шашық қалдырып, мешітке қарай ағылды? Тыныштық па?» деп сұрады. «Иә, хабарым бар. Жаңа ғана Юсуф Мишкаудың жаназасына қатыстым. Бәріміз қажылығы қабыл болды деп, оның арқасынан дұға жасап қайттық» дейді молда. «Қалайша? Расымен де біздің Юсуфқа сондай бақыт бұйырып па?» дейді саудагер. «Иә, өзіміз базарда Құдайдың құтты күні көретін Юсуф марқұмға сондай бақыт бұйырыпты.
қажылығы қабыл болыпты, алласы алдынан жарылқасын. О Құдай құдіретті, тәуба тәуба деп саудагер қолын кеудесіне қойып күбірледі. Негізгі оқиға былай болған екен. Жыл сайын бұл аймақтың жүздеген момын Мекке шәріпке қажылыққа аттанады. Олар бір ауыр азапты бастан кешіп, михнатын мол сол парызды әрең орындап келеді. Бірақ мұсылман әлемнің түкпір-түкпірінен жиналатын барған осыншама нөпір халықтың ішінен біреуінің ғана қажылығы қабыл болып қайтады. Қажылығы қабыл болған бақытты жанды Құдай тағала күнәһар пенделердің арасында артық жүргізбей, жанын ертерек алып жұмағына кіргізеді деседі. Бұл жолда қажылықтан келе жатқан мұсылманды қарсы алу үшін жергілікті жұрт қаланың шетіне шығыпты. Күтіп тұрған халық араларында қажылығы қабыл болған бақытты жан бар ма деп сұрайды. Өзіміз жақсы танитын, қам жақсы көретін Исуф Мишкальдың қажылығы қабыл болыпты деп дауыстайды қажылар. Бұл хабарды естігенде ел жұрт кәдімгідей есеңгіреп қалыпты. Бұл қалай сонда? Исуф Мектенге аттанған жоқ. Кеше оны Чарсу базарында көрдім. Бүгін азанда маған Анхардан су тасуға жәрдем берді. Керек десең ол шаһардан ұзап шыққан да жоқ қой, деп таңғалды су тасушы жігіттердің бірі. Қасында тұрған молда болса, балам, Алланың құдіретіне шек келтіріп күнәһар атанба. Алла қаласа бәрі мүмкін, деп оны тыйып тастайды. Тақсыр, Алла сақтасын. Күмәнданып тұрған мен жоқ, тек мына кереметті түсіне алмай тұрмын. Мен оны таңдағана осында көрдім. Түстен кейін ол қажылар бар, парызын өтеп келді ме, әлде Хазіреті пайғамбар оған пырақ атын жіберіп арнайы алдырды ма дейді жігіт таңданысын жасыра алмай. Олар осылай күбірлесіп тұрғанда кей жұрт күңкілдесіп күмәнін күшейтіп жіберді. Ал молда болса оларды теріс айналды. Осы кезде жұрттың дені Көкілташ медресесіне қарай жөнелді. Қалың тобырдың ортасында бір өркешті нар кетіп барады. Нардың үстінде беті әдемі кілеммен жабылған табыт Исуф марқұмның денесін жерлеуге әкетіп бара жатыр екен. Елдің бәрі қасиетті табыттың бетіне жабылған киелі кілемдері бір сипап қалуға ұмтыла бастайды. Тіпті ораза айт пен құрбан айт мерекесінде қара халық бұлай жиналмайтын. Олар Шақыр көпірінің жанында қос мазар моласына қарай бет түзейді. Бұлар мүрдені әкелгенше қабір қазатын жігіттер жолдың оң жағынан Исуфтың қабірін қазып болып күтіп отыр екен. Марқұмның моласына бір уыс топырақ салып қалуға таласқан жұртты күзетшілер мен сақшылар әзер дегенде тежеп тұрыпты. Себебі жас балалар тобырдың ішіне тапталып қала жаздайды. Қабір көміліп, Құран оқылып, дұға жасалып бәрі біткен соң, ақырындап тарауға бет алған жұрт базардың ішінде қарапайым ғана су тасушы боп қызмет еткен Исуфтың мұндай дәрежені қалай тапқанын талқылай бастапты. Исуф орта жастан асқан қарапайым сарт еді. Ол айналасына мейірім шуағын шашқан мейірімді мұсылман. Түнде де базарды тегін қызмет қып жүре беретін. Әдетте саудагерлер базар тырқап ел аяғы басыла сала үйлеріне кетуге асығатын. Қаңырап қалған базар көшелерінде қоқыс үйіліп қалады. Таңға дейін қоқыс атаулыны тазалап шығарылмаса, ертеңіне базарға кіру мүмкін еместі. Сондықтан базар босаған сәттен бастап тазалықшы жігіттер іске кірісетін. Қала берді, олардың заттарын да күзетіп ұрыға алдыртпайтын. Әсіресе Исуф Мишкал бұл істе ерекше адал болды. Бүкіл саудагер оның осы адал һәм тегін қызметіне дән риза болатын. Риза болғаны сонша, оның бала шағасы ішім жерінен тарықпасын деп керек жарағын өздері сатып алып үйіне білдірмей апарып тастайтын. Әдетте таң намазын мешітте оқысы келген қыз-келіншектер қараңғы көшелермен мешітке баратын. Жолай оларға қырындап тиісіп қалғысы келетін еркектер де кездесіп қалады. Ондай кезде әйелдердің амандығын Исуф қамтамасыз етуші еді. Бөтен әйелдерге орынсыз тиіскен талай еркек оның таяғын жеп тынды. Оның тағы бір адамшылдығы мынау: Исуф бачабас деп аталып кеткен оңбаған дәстүрді доңыздың етінен бетер жек көретін.
кепшіктің алған байлары қыз кепшіктің жап-жас балалардың қыздай қылып киіндіріп көңіл көтереді ұнататын. Ол осындай қорлыққа мәжбүр болған бейшара баланы көрсе құтқарып қалу үшін қолынан келгенді аямайтын. Тағдыры талқан бола жаздаған талай баланы бұл қорлықтан құтқарып отбасына апарып тапсыратын. Ал осы ісімен қайсы бірі байды қызығынан айырса да, олардың ешбірі Иисуфқа сенің не шаруаң бар, жайыңа қарап жүр дей алмайтын. Оның ниеті мен жүрегінің таза болған сонша кімді болса соны мысы басатын. Содан бері болар ешкім оған дауыс көтеріп қол жұмсаған емес. Қызығынан айырылған байлардың өзі де іштей жек көріп жүрсе де сырттай сыйлап тұратын. Оның Мишкау деген лақап атының өзі су құюшы, суарушы дегенді білдіретін. Қарауыл жігіттердің бірнешері Иисуфқа қосылып, мойындарына дәу мес пен торсықты іліп алып, күні бойы арықтан су тасиды. Себебі базарға кіре берістің топырағы езіліп, шаңы бұрқырап кететін. Қою шаң базарға кіріп, елдің мазасын алмасын деп, үнемі топыраққа су шашып отырады. Бұл шаруасын жайлаған соң, барлық шайхананың үлкен ыдыстарын таза сумен толтырып шығады. Ол осы ісінің бірде бірін бұлдап, міндетсініп ақа алмайтын. Базардағы шаруасын бір жақты еткесін барып мешітке қарай аяңдайды. Ол жерде Алласына құлшылық жасап дұға тілеп қайтатын. Сосын барып отбасына оралып, сүйкімді келіншегімен бірге отырып шай ішетін. 1839 жылы Ташкенттің бірталай сарты жиналған қажылыққа аттанған. Олардың сапардан аман есен оралу үшін өзінше бір мереке дерсің. Мерекеге аттана алмаған жұртты неше түрлі әңгіме естіп қызыққа қарық боласын. Ең бастысы, олар қасиетті жердің шарапатын жұқтырып келген киелі кісілердің батасын алып, бойына иман тартқысы келетіндер. Осылайша азан да қазан у да шу болып жатқанда бір жолы Ташкентте қалған Иисуф жанның құлшылығы қабыл болды. Бүкіл шарапат сонда деген ақпарат дүңк ете қалды. Сол-ақ екен бұл әңгіме әп-сәтте желде естіп тарады. Ізгі хабарды бірінші болып естігендер Иисуфтан шарапат жұқтыру үшін оның қолын сүйіп, шапанын сипап, батасын аламыз деп базарға қарай ұшады. Ал Иисуф пақыр ештемеден ісі жоқ, торсығын иығына асып алып, базардың бір бұрышында су тасып жүрген болатын. Шарапат тілеушілер оны қоршап алып, бата бер деп жұлқылай бастайды. Ол ештеңе ұққан жоқ. Әні-міне дегенше оның батасына таласқан жұрттың қарасы қалыңдап сала берді. Сол кезде бұларға Ташкенттегі бас қазы Иса қожаның шабарманы келіп, ол қолындағы бір жапырақ қағазды Иисуфқа тапсырды. Иисуф құжатты құрметпен алды да маңдайына тигізіп, ернімен сүйді. Өзі қара танымаған соң қасындағы бір сауатты кісіге оқып берші деп өтінді. Хаттың мәнісі мынау екен. Меккеге бармай-ақ Иисуфтың қажылығы қабыл бопты деп ел дүрлігіп жатыр. Осы ақпараттың растығын шариғат бойынша тексеру үшін Сибзар жақтағы қазылыққа келуіңіз керек деп бұйырыпты. Астына бас қазы қол қойып мөр басыпты. Бұл хабарды естіген соң онсыз да алаңдап тұрған Иисуфтың көңіл күйі одан сайын бұзылды. Өмірінде Мекке тұрмақ Ташкенттен шығып көрмеген Иисуф мына әңгімен сол күйі миына сыйғыза алмады. Бірақ қандай керемет жасаймын десе де Аллаға түк емес екен ғой деп ойлады. Айтқандарын келсін, мен қара бетке ұлық Алла расымен де осындай дәреже нәсіп еткені шын болса, мені қазының алдына апарып масқара қылмай жанымды алсын деп дұға тілеңдер дейді. Жұрт фатиханы жабылауға Аллаху акбар деп жамырай шуласты. Иисуф шабарманның атының артына мінгеседі де мекемеге қарай бет алды. Бұл расымен Алланың назары түскен әулие ме, әлде адасып жатысы біздің бәрімізді қара басты ма деп қобалжыған қарақұм халықта мына оқиғаның растығына көз жеткізу үшін шабарманның атынан шұбырды. Олар ескі оба базарына басып өтті. Сибзар көшесіндегі Иса қожа қазының мекемесінің алдына келіп тоқтайды.
Шабарман аттан түседі де Юсуптың да түсуін күтіп тұрады. Міне саған қызық, Юсуп пақыр өліп қалыпты. Оның былқ-сылқ еткен шансыз денесін көргенде, «О, Құдайдың кереметі, Аллаху акбар» деп жұрт шу ете қалды. Оның қажылығы қабыл болып, Алланың сүйікті құлының біріне айналғанына енді ешкімнің күмәні қалмайды. Оның денесін ұстап қалу үшін бәрі Юсуптың мүрдесіне лап қояды. Бұл оқиғаға куә болған қазы оны ерекше құрметпен жерлеуге пәрмен береді.